Қазақстан Халық Ассамблеясы. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Халық Ассамблеясын құру идеясын алғаш рет 1992 жылы Алматыда өткен Қазақстан халықтарының бірінші форумында ұсынды. 1995 жылғы наурызда жаңа қоғамдық ұйым Қазақстан Халық Ассамблеясы құрылды. Осылайша, жалпы қазақстандық бірліктің бірегей моделі іске асырылды. Қазақстан Халық Ассамблеясы президент төрағалық ететін консультативті кеңесші орган. Ал 2002 жылы 26 сәуірде тұңғыш президентіміздің жарлығымен Қазақстан Халық Ассамблеясының стратегиясы бекітілді. Қазақстан Халық Ассамблеясының негізгі міндеттері. 3 міндеті бар, экранда тұр. Біріншіден, ол Қазақстан халқының бірлігін нығайтуға бағытталған. Екінші, ассамблея ұлтаралық келісім мен жалпы ұлттық бірлікті қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік саясатты әзірлеуге және іске асыруға жәрдемдеседі. Үшіншіден, бұл қоғамдық құрылым мемлекеттік тілді және Қазақстан диаспораларының ана тілі мен мәдениетін дамытуға қолдау көрсетеді. 2008 жылы елбасы бастамасымен Қазақстан Халық Ассамблеясы туралы заң қабылданып, ассамблеяның құқықтық мәртебесі кеңейтілді. Қазіргі таңда ассамблея 23 республикалық және 470-тен астам аймақтық ұлттық мәдени бірлестіктердің басын қосып, достық инфрақұрылымына айналды. Құрылымы мен қызметі. 2014 жылы бір қатар жетекші жоғарғы оқу орындарда Қазақстан Халық Ассамблеясы кафедралары құрылды. Ассамблея қызметін жоғары деңгейде қамтамасыз ету мақсатында 2015 жылдан бастап қоғамдық келісім республикалық мемлекеттік мекемесі тұрақты және жүйелі түрде жұмыс атқарып келеді. Ассамблея құрылымының 17 кіші ассамблеялары біріктірілген, олар 14 облыстық және 3 республикалық маңызы бар қалалардың ассамблеялары. 2008 жылы ассамблея ұлттық мәдени орталықтары ресми түрде этномәдени қоғамдық бірлестіктер болып қайта тіркелді. Сессияларды ассамблея төрағасы жанына кемінде бір рет шақырады. Ал 2007 жылы мамырда Қазақстан Халық Ассамблеясына конституциялық құқық берілді. Парламент мәжілісінде Қазақстан Халық Ассамблеясының 9 өкілі депутаттар құрамына енетін болды. Ал енді пікірлерге тоқталайық. Бірінші, Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы бас хатшысы Кофи Аннан айтқандай, Қазақстан барлық мемлекеттер үшін тұрақтылық пен ұлтаралық келісімнің үлгісі болып табылады. Келесі, 2010 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Қазақстанға сапары барысында былай деген екен: Қазақстан Халық Ассамблеясының қағидаты мен бағыт-бағдары Біріккен ұлттар ұйымының жұмыс қағидатына толық сәйкес келеді деп айрықша атап өткен екен. Сондай-ақ, Қазақстанның ассамблея құрудағы тәжірибесін бір қатар ТМД елдері қолданып отыр. Ол қандай елдер? Ресей, Қырғызстан, Молдова.